Бүгін мен мұның қалай басталғанын білемін. Сіз өткенге саяхаттауға дайынсыз ба? Адамзаттың алғашқы қадамдары мені күтеді. Бұл менің зерттеуімдегі жаңа дәуірдің басы. Біз саяхатымызды миллиондаған жылдар бұрын Африкада өмір сүрген алғашқы епті адам австралопитектен бастаймыз. Ғалымдар алғашқы адамды епті адам австралопитек деп атайды. Епті адам Кения жеріндегі Олдувай шатқалынан Африкада табылған. Бұдан 1.750.000 жыл бұрын өмір сүрген. Бұл алғашқы адамдар егін жинау мен аң аулаудың шеберлері болды. Олардың үйі үңгірлер болды. Құралдарды пайдалану. Бұл үлкен ашуларға алғашқы қадамдардың бірі. Бұл Homo habilis. Олар құралдар жасауды жақсартты және біздің тарихымызда жаңа бет ашты. Олардың қалай бірге жұмыс істейтінін қараңыз. Әлеуметтік байланыстар нығая бастапты. Питекантроптың қаңқасы алғаш рет 1891 жылы Ява аралынан табылды. Ол бұдан 1 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Адамзат дамуында бұдан кейінгі сатыда солтүстік Қытайдан табылған синантроп Қытай адамы тұрады. Синантроп бұдан 500-200 мың жыл бұрын өмір сүрген. Питекантроп пен синантропты тік жүретін адам деп атайды. Еліміздің аумағында алғашқы адамдар бұдан 1 миллиондай жыл бұрын пайда болған. Мұны Арыстанды өзенінің бойынан Жамбыл облысында және Қаратаудан оңтүстік Қазақстанда табылған еңбек құралдары делдейді. Қазақстан аумағында өмір сүрген алғашқы адамдар питекантроптың замандастары. Homo erectus алғашқы шынайы саяхатшылар. Олар отты қолданып күрделі құралдарды жасады. От бәрін өзгертті, қауіпсіздік пен тамақ дайындауға жаңа мүмкіндіктер берді. Саналы адамның сүйегі алғаш табылған жер Кроманьон үңгірі, Франция болғандықтан ол Кроманьондық деп аталды. Саналы адам тік жүруді, анық сөйлеуді меңгеріп сөздік қорын жетілдіріп отырды. Рухани жағынан жетіле түсті. Үңгір қабырғаларына салынған суреттер бұған дәлел болады. Діни наным сенімдері қалыптаса бастады. Адамды жерлегенде түрлі әшекей заттарын бірге көмген. Адамдар қарапайым еңбек құралдарын пайдалануды үйренген соң, табиғатқа тәуелділігі азая бастады. Жеміс жидектерді терді, жеуге жарамды тамырларды қазып алды, құстардың жұмыртқаларын жинап қорек етті. Мұндай кәсіп терімшілік деп аталды. Алғашқы адамдардың келесі кәсібі аң аулау болды. Олар негізінен мамонттарды, бизондарды, маралдарды, жабайы жылқыларды, үңгір аюларын аулады. Қаратау үңгірінің тұрғындары домалақ малта тасты екі жағынан егеп, жүзі өткір, ирек ара секілді құрал жасай білген. Мұндай құралды чоппинг деп атайды. Бұл құралмен онша жуан емес ағашты кескен. Алғашқы адамдар ұстауға ыңғайлы тасты жарып, бөлшектеп жүзін өткірлеген. Бұл қару чоппер деп аталады. Онымен таяқты ұштады, өлтірген аңдардың денесін боршалады, терісін сылды. Бұдан 100 мың жыл бұрын жер беті күрт суып, қыс ұзаққа созылды. Еуропа мен Азияның солтүстігінде қалыңдығы 2 малып мұздық пайда болды. Жылы климатқа үйренген жануарлар қырылып, тірі қалғандары оңтүстікке ауып кетті. Ертедегі адамдар ең әуелі найзағайдың түсуінен жанған ағаштың отын пайдаланды және оны өшірмей ұзақ сақтауға тырысты. Адамдар бірте-бірте отты өздері жағуды үйренді. Тасты тасқа ұрып, одан шыққан ұшқын мен отынды тұтатты. Ағаш таяқты бір-біріне үйкелеп қыздырғанда, бықсыған жаңқаларға жүн немесе өсімдік талшығынан жасалған білтені тигізіп тұтандырды. Отты пайдаланып адамдар жылында жыртқыш аңдардан қорғанды, тамақ пісірді. Алғашқы еңбек құралдарын жасау тәжірибесі баяу жинақталды. Адамдар тастан ұсақ әрі жұқа құралдар жасауды меңгерді. Теріні кесетін және тесетін өткір жүзді, үш бұрышты қалақшалар, пышақ тәрізді кескіштер пайда болды. Аң аулауға шоқпармен бірге найза да пайдаланылды. Түйектен ине мен біз дайындалды. Адамдар тасты өңдеуді, бұрғылауды үйренді. Тастан пышақ, найзаның ұштары, бұрғы, қашау, балға, кескіш жасалды. Кейінгі палеолитте сүйек пен ағаш сапқа өткір жүзді ұсақ қалақша тастарды желімдеп орнатып, кескіш құрал жасаған. Желім ретінде тау балауызы, қарағайдың шайыры, битум қолданылған. Құрал жасаудың бұл әдісін қыстырма әдісі дейді.
Мезолитте 12-5 мың жыл біздің заманымыздан бұрын тас құралдар пайдалануға ыңғайлы қалыпқа түсе бастады. Алып мұздық бұдан 13 мың жыл бұрын ери бастады. Жер беті мұздықтан босап, қазіргі қалпына келді. Далалық аймақтарда адамдар желге қарсы қалқа жасауды үйренді. Ірі жануарлардың сүйектерінен және ағаш бөренелерден баспана сала бастады. Жаңа тас ғасырында неолитте адамдар тасты жылтыратып тегістеуді үйренді. Еңбек құралдарының жаңа түрлерін ойлап тапты. Дәнік күш, келі, балта, қайла. Адамдар үшкір сүйектен ине, жануарлардың сіңірлерінен жіп жасап, хайуандардың терісінен киім тіге бастады. Саз балшықты күйдіріп ыдыс жасады. Пешке ағаш көмірін жақты. Қол қашау дегеніміз қалақ тасты екі жағынан қашап таяққа бекіткен құрал. Оның ұзындығы 20 сантиметр, салмағы 1 килограмм болған. Жануарлардың терісін тазалайтын, етін боршалайтын тас шапқылар мен қырғыштар жасалды. Жамбыл облысынан табылған 5 мыңнан астам құралдың бәрі қашау мен үшкір заттар.